Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен молочная девочка, яғни сүтті қыз жаңағы тортының рецептісін сіздерге ұсынамын. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майымызды аламыз. Оған жұмыртқа қосамыз. Және де осындай сгущенка қосамыз. Мен жартысынан көбірек қостым. Сонда жартысынан көбірек қоссаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте нәзік болып шығады. Енді осы 3 ингредиентті миксермен жақсылап шайқап алатын боламыз. Шайқап алған соң, құрғақ ингредиентімізді аламыз. Ұнымызға разрыхитель қосамыз да араластырып жібереміз. Және де кішкентай бөліктен салып отырып, тағы да миксерлейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай видеода көрсетілгендей консистенцияда болып шығу керек. Қою қаймақ сияқты болып шығады. Енді біз пергамент қағазын алып, міндетті түрде Поклан деген алыңыздар. Өте сапалы пергамент қағазы. Мен өзім осыны қолданамын. Және осыны 6 бөлікке бөліп алатын боламын. Мен бөліп алдым. Енді менде 24 сантиметрлік форма. Маған ыңғайлы болу үшін мен осылай дөңгелек нетіп аламын, істеп аламын. Сіздер ручкамен сызып қойсаңыздар да болады. Бірақ маған осылай ыңғайлы. 22 сантиметрлік алсаңыздар да болады. Менікі видеода 24 сантиметрлік. Енді мен осы пергамент қағазын алып, қамырымды шамамен 2,5 ас қасықтай салып, жағып шығатын боламын. Мен бәрін жағып алдым. Менде 6 корж шығады. Енді осыны 180 градусқа 5-6 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Мен корждарым дайын болды. Енді мен осыны жан жақтарын кесіп алып тастаймын, түзу формада болуы үшін. Енді біз крем дайындаймыз. Творожный сырға мен сахарный пудра салдым. Және де үстіне 33% сливки қосатын боламын. Және де қою болғанша әбден шайқап аламыз.
міне достар, мен әбден шайқап алдым. Міне сізде осындай крем шығады. Өзінің формасын жақсы ұстау қажет. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Міне мен тортымды жинап алдым. Енді менде кішкене ғана крем қалды. Соның үстіне мен жаңа көк түсті краситель қосамын. Осындай гелевый краситель. Бір ғана капля жетеді. Осындай кішкене ғана қосып, араластырып, жаңағы әсемдеуге қолдансаңыздар болады. Негізі әсемдеу әркімнің өз еркінде, қалай әсемдесе де өз еріктеріңізде. Мен осылай әсемдеп шығамын. Және үстіне мен осындай кондитерлік моншақтар сеуіп шығамын. Ол креммен болған кезде еріп, ауызда еріп кетеді. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Сөз ғашық боласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрдіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.